624 жыл, хижреттің 2 жылы. Мұсылмандар Мәдинаға хижрет етіп орныққалы арадан 2 жыл өткен. Осы уақыт аралығында Меккедегі Құрайш мүшриктері тағы да тейсерге қараз деп забылған. Қайтсек мүминдерді аяқтан шаламыз деген оймен күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылған. Құрайш мүшриктері енді Шамға керуен жолдап, саудадан түскен пайдаға қарулануды мақұл көреді. Керуенге еркек әйел деместен барша мүшриктер үлес қосады. Мұсылмандармен шайқасуға әзірліктің бастамасы болған бұл керуен мың түйеге тиелген тауармен сақадай сай тұрды. Әбу Суфаян бастаған 30-40 адам керуеннің қорғаушысы тағайындалды. Алла Расулы Құрайштардың бұл әрекетінен дер уақытында хабардар етілді. Ойлана келе Әбу Суфаян бастаған сауда керуеніне тосқауыл қойып, Меккеге қайтаруға бел байлайды. 300-ден астам сахабасын ертіп, осы сапарға дайындалды. Пайғамбарымыз өзінің орнына мешітте намаз оқыту міндетін Абдулла ибн Уммі Мәктумға тапсырды. Аңсардан Әзірет Әбу Лүбабаны қаланың уәкілі етіп сайлап, Рамазан айының 10-шы күні мүшахидтермен бірге Мәдинадан жорыққа аттанды. Күн сенбі. Ми қайнатқан ыстық Алла елшісі пайғамбарымыздың ақ туын Мусхаб ибн Умәйр желбірете жоғары көтерді. Екі қара тудың Уқаб деп аталатынын Әзірет Әли екіншісін Аңсардан сайлап, Рамазан айының 13-ші күні мүшахидтермен бірге Мәдинадан жорыққа аттанды. Күн сенбі. Ми қайнатқан ыстық Алла елшісі пайғамбарымыздың ақ туын Мусхаб ибн Умәйр желбірете жоғары көтерді. Екі қара тудың Уқаб деп аталатынын Әзірет Әли екіншісін Аңсардан Сағд ибн Муаз ұстады. Мүшриктердің керуенін Бәдір деген жерде күтіп алу ұйғарылды. Себебі бұл Мекке, Мәдина және Сирияға баратын жолдардың тоғысқан жері болатын. Бәдір Мәдинаның 100 шақырымдай оңтүстік батысындағы жазық жер, жан-жағы таулы, банан, жүзім сияқты жемістердің өсетін жері. Жахилия кезінде жәрмеңкелер осында өткізілетін. Мүшахидтер жаздың ең ыстық күндерінің бірінде Мәдинадан жолға шыққан еді. Рамазан айы болғандықтан барлығының дерлік аузы берік. Шыжыған ыстықпен сағымды шөл далада ораза ұстап жолға шығу мүшахидтер үшін өте қиынға соқты. Осы себепті пайғамбарымыз бірінші болып өзі оразасын бұзып, өзгелерге де соны әмір етті. Сапарға шыққан мұсылмандардың бар көлігі 70 түйе, 2 ат. Түйелерге кезектесіп мінілді. Пайғамбарымыз Әзірет Әли мен Мәсрәт ибн Әбу Мәрсәт үшеуі бір түйеге ортақ. Жүру кезегі Алла Расулына келгенде сахабалар ілтипатпен: «Уа Расулла, сен көліктен түспей-ақ қой, біз сенің орныңа да жаяу жүрейік», дейді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ғұмырында кісі-қысына қатты көңіл бөлген. Бұл жолы да: «Сендер, менің еш айырмашылығым жоқ. Көбірек жаяу жүргендей, сендер менен қуатты емессіңдер. Мен де сауапқа зәрумін», деп келіспеген. Ислам діні әр адамның жеке құқығына жете мән береді. Кісі-қысына көңіл бөлмеу иманның әлсіздігі саналады. Әркімге өзіне тиесілі құқық танылуға тиіс. Алла Расулы бастаған мүжахид әскерлері мүшриктерден бұрын Бәдірге келіп, үлкен құдықтың маңына түседі. Әрқашанғы әдеті бойынша Сардар пайғамбар асхабымен оңтайлы орналасудың жайын кеңесті. Хубаб ибн Мунзир есімді сахабаның пікіріне көпшілік келісім білдірді. «Уа Расулла», деді ол, «біз соғысқалы келдік. Менің ойымша, бүкіл құдықтарды су көздерін бітеген дұрыс. Бір ғана қайнарды қалдырамыз да сол маңға өзіміз орналасамыз. Осы түскен жеріміз Алланың әмірімен білдірілген бе, әлде сіздің жеке қалауыңыз ба?» деп қолбасшысына қарады. Әзірет Расулла: «Жоқ, әрине, шайқасқа ыңғайлы деген оймен өзім таңдадым», деп жауап берді. Әзірет Хубаб: «Уа Расулла, бұл жер аса ыңғайлы емес.
рұқсат етсеңіз, осы бетімізбен жылжып, Құрайыштар қонақтайтын маңайға жақын су көзіне дейін барайық. Ол жерде су мөлдір тұщы құдық бар. Онан басқа барлық құдықтарды бітейміз де, өзімізге бір қауыз қазып, ішіне су толтырып аламыз. Шөл дегенде сонан пайдаланамыз. Ал мүшриктер шөл қысып, су таба алмай әуреленетін болады, деді. Сәруар пайғамбар Әзірет Хубабтың көзқарасына зәредей наразылық білдірместен әскерін соңынан ертіп, айтылғандарды жүзеге асыруды, су көздері жабылып, қауыз қазылып, іші суға толтырылды. Бәдірге келіп орналасқан соң, пайғамбарлар сардарының ең алдымен қолға алғаны әскери тәртіпті мықтау. Сарбаздарды сапқа тұрғызып, топқа бөліп, әр топқа жетекші тағайындалды. Әскери бөліктерді реттеген соң, Алла елшісі былайша бұйрық берді: әркім өз орнын білсін, орындарыңнан қимылдаушы болмаңдар, менен бұйрық келмейінше шайқасқа кіріспеңдер. Дұшпан жақындамай жатып, оқтарыңды босқа ысырап қылмаңдар. Жау әскері қалқанын ашқанда ғана оқ атыңдар. Жақындаған сәтте таспен шөкелеңдер. Одан бетер жақындай болса, найза қолданыңдар. Қылышты бетпе-бет келгенде ғана қынынан шығаруға болады. Мүшахиттердің әрбіреуі орындары белгілі болғандықтан айналасына тас түйіп жинап алады. Шайқас қағидалары түсіндіріліп тәртіптелген соң, Сағд ибн Муаздың ұсынысымен Алла Расулына арнап құрма ағаштарынан қос шатыр тігілді. Пайғамбарымыз қос қайнымас серігі Әзірет Әбу Бәкір Сыдықпен бірге көлеңкелеп жан шақыру үшін кіреді. Сағд ибн Муаз бірнеше жолдасымен бірге бастан аяқ қаруланып, пайғамбар шатырын күзету құрметіне ие болады. Бәдірге аяқ басқан сәтте-ақ Алланың сүйікті елшісі дөңірекке бажайлап көз жүгіртті де: иншалла, ертең, таңертең пәленшенің оққа ұшар жері мына жер, түгенше мына жерде жан тәслим етеді, сосын мына жерде, деп Құрайш мүшриктерінің басшыларының о дүниелік болар жерлерін қолмен қойғандай көрсетіп береді. Әзірет Омарға айтуы бойынша бәрі Алланың Расулының дегеніндей болды. Таңертеңгі шайқасқа мұсылмандар рухани дайындалумен, ғибадатқа беріліп, ықыласпен дұға етумен болды. Әрине, пайғамбардың тағат ғибадаты ерекше еді. Сол түні ол өзіне арнап тігілген қостың ішіне таң ағарып атқанша көз ілместен дұға етті. Рақымды да мейірімді Раббына жалбарынғанда барша әлем, көк пен жер онымен бірге мұңайып уайымға берілгендей. Ұшы-қиырсыз шөл далада құтты нұрлы пенденің тілегіне үн қосқандай тым-тырыс мұңды кейіпте. Я Алла, маған берген уәдеңді орындай көр. Я Алла, мынау аз ғана мұсылман мүшахид жеңіліске ұшыраса, саған жер бетінде ғибадат ететін пенде қалмайды, деп жалынышты күйде шын ниетімен қол жайғанда 18 000 ғаламды тебірентті. Расулы 5 уақыт намазының соңында осы дұғаны айны қатесіз қайталайтын. Алла Расулының жүрек жарты тілегін құлақтары шалған мүминдердің ақиқат жолындағы ықыластары арта түсетін. Сөйтіп, сын сағатта келіп жетті. Мүшахиттер дайын мүшрик әскері де қарсы тараптан күш көрсетті. Адамзат тарихының ғибратты сәттерінің бірі. Бір-біріне дұшпан көзімен қарап, қырқысқалық тұрғандардың көбі ағайын туыс адамдар. Әке мен бала, аға мен іні, нағашы мен жиен дегендейін бір-біріне оқ атуға, бөліспей біріспеуге бекінген. Рамазан айының 17-сі, жұманың таңы. Екі жақ қызу шайқасқа кірісіп кеткен. Қанды қақтығыс үдей түсуде. Сүйікті Алла елшісі әскерлеріне ұрандап, рухтарын көтеріп, шейіттердің жәннаттық екенін баса айтып, жеңіске ұмтылдыруда. Расуланың демеуімен мүшахиттер алға ұмтыла түсті. Алла Расулы өзі де қызу ұрысқа араласып, сарбаздарын жігерлендіре берді. Әзірет Әли бір сөзінде былай дейді: Бәдір шайқасы қызған тұста
Расулланы паналадық. Сол қанды қырғында ең батыл, ең жүректіміз сол еді. Мүшіріктер сапына барынша жақындап айқасқанда сол. Қызыл қырғын айқас, тас, құм, қылыш, садақ, тарс-тұрс, зу-зу, сарт-сұрт. Екі жақта да өліспей беріспеуге бекінген. Сол мезетте Алла Расулы жерден бір уыс топырақ алып, кәпірлер әскерлеріне қарай шашып кеп қалды да, жүздері қарайсын, я Алла, жүректерін үрей билеп, аяқтары дірілдесін, деп дұға етті. Жаратқанның қолдауымен әлгі бір уыс топырақ бүкіл мүшіріктің көзіне кіріп, олар көздерін уқалап әлекке түсті де қалды. Құранда бұл оқиға туралы: анығында сендер оларды жер жастандырған жоқсыңдар, олардың жанын алған Алла. Айқастың алдында оларға топырақ шашқанда, анығында оны сен шашпадың, алайда оны шашқан Алла еді. Шайқас қызған сайын пайғамбарымыз сарбаздардың жігерін жанитын ұрандармен әрлі-берлі жүгіріп, арасында Қағбаға қарап дұға жасап жалбарынады. Жан-тәнімен берілгендігі соншалықты иығына желбегей жамылған шапанының сусып жерге түскенінде байқамайды. Мұны көрген Әзірет Әбубәкір мүбәрәк жанның шапанын түскен жерінен іліп алып, иығына жауып жатып: «Уа Расулла, Раббың сенің мінәжатыңды нәтижесіз қалдырмайтындығына кәміл сенемін», дейді. Сүт пісірім уақыт өткенде Алла Расулының қуанышты дауысы естіледі: «Сөйінші, уа Әбубәкір, көрмейсің бе? Алладан көмек келді. Анау құм төбесінде қаруланып сайланып тұрған Жәбірейіл періште атының тізгінін тартып бұйрық күтіп тұр». Құран кәрімде Әли Имран сүресінің 123-124 аяттарында осы оқиға арқау болған. Онда: «Шүбәсіз, ол сендерге өте аз әрі тым қауқарсыз болған кездеріңде Бәдірде қолдау көрсетіп, жеңіске жеткізген еді. Ендеше Аллаға қарсы келіп, асы болудан барынша сақтаныңдар, тақуалық шеңберінен шықпаңдар. Сонда оған тиісінше шүкіршілік еткен болсаңдар, сол кезде оларға Раббыларың сендерге көктен түсірілетін 3000 періштемен жәрдем беріп қолдаса жетпей ме?» деген еді.